Каналға қош келдіңіздер. Лайк басып пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Түстер мен аяндар енді шындыққа айналуда. Көз алдымызда ұлы өзгерістер заманы. Кеше ғана өткен өмірлеріміздің үздік сәттері, аяқталмаған карманың сабақтары, көзден жас ағып, жүректен ауырлық кеткен сәттер, бәрі де артта қалып барады. Ескі есіктер жабылып, рухымыз жаңа жолға қадам басуда. Енді біз болашақты көріп, болашақпен өмір сүріп келеміз. Бүгінде көпшілігіміз келер өмірлердің сипатын, алдағы 10 жылдықтарда жер мен адамзатта болатын үлкен өзгерістерді түйсікпен сезініп жүрміз. Бұл рухтың көрегендігі. Кезінде 2016 мен 2018 жылдары бізге 2020-ның ұлы бет бұрысы, 2025 пен 2027 жылдар аралығындағы ерекше кезең алдын ала көрсетілген еді. Алайда ол кезде білім мен танымымыз жеткіліксіз болды. Ақылымыз күмәнмен қарады. Бүгін сол ескі белгілерге, түстер мен аяндарға көз жүгірте отырып, рухымыз бізге бұл жолды баяғыда көрсетіп кеткенін түсінеміз. Жоспарлар, кездесетін адамдар, бәрі де белгіленген, бағытталған. Бірақ біз оны қиял деп қабылдаймыз. Ал енді жаппай ояну кезеңі. Алдағы 7-8 жылда жердің магниттік өрісінде бұрын соңды болмаған өзгерістер орын алмақ. Земфус деп аталуымыз жайдан жай емес. Бұл планетаның түбегейлі жаңаруын білдіреді. Қазір біз жердің дірілін тек энергетикалық деңгейде ғана сезініп отырмыз. Шаршау, ауру, бас айналу, эмоциялық толқу, ішкі шайқаулар. Бірақ бұл бастамасы ғана. Келешекте бұл тербеліс физикада тән арқылы сезілетін болады. Жер сілкіністері олар жиілейді. Тіпті қазіргіден 100 емес 1000 есе жиілеуі мүмкін. Бұл бүкіл планеталық деңгейдегі қозғалыс басталды. Үйлердің пішіні өзгереді. Олар тек әсем болу үшін емес, тербеліске төтеп беру үшін жобаланады. Қасымызда арнайы роботтар жүреді. Олар жер асты тербелістерін алдын ала сезіп, бізге ескерту жасап отырады. Ұшу құралдары, ұшақтар, көліктер бәрі түбегейлі жаңарып, жаңа жердің шарттарына бейімделеді. Қазіргі техника бұл энергияға шыдамайды. Жаңа дәуірдің техникалары қуатты, сенімді, ғарыштық деңгейде. Тіршілік жылдам өзгеруде. Бұрынғыдай емес, енді басты байлығымыз адамның өзі, оның жаны, дені, санасы. Бізге тек бейімделу емес, терең ояну керек. Өз ішімізбен үндесу, рухпен тілдесу қажет. Болашақ бізге есігін ашты. Жаңа жер шақырып тұр. Сезіп тұрсыз ба? Бұл діріл жаңа жердің соққысы, жаңа өмірдің соқпағы.